Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қарапайым деңгей 25-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы дүкенде. Грамматикалық тақырыбы барыс, шығыс септіктері. Ауыспалы осы шақ. Грамматика. Барыс септігінің сұрақтары кімге, неге, қайда. Қосымшалары ға, ге, қа, ке, а, е, на, не. Барыс септік формасындағы сөз іс-әрекеттің бағытын білдіреді. Мысалы, атқа, әкеге, анасына, әжесіне, қызға, гүлге. Шығыс септігінің сұрақтары кімнен, неден, қайдан. Қосымшалары нан, нен, дан, ден, дан, тен. Шығыс септік формасындағы сөз іс-әрекеттің басталған орнын білдіреді. Шығыс септік нысаннан шығуын, кетуін білдіреді. Мысалы, мектептен, ұлдан. Ауыспалы осы шақ тұрақты, дағдылы және қайталанып отыратын іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің ауыспалы осы шағы етістікке көсемшенің а, е, и жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, құс ұшады, адам сөйлейді. Сөздерге шығыс септік жалғауын қосып, сөйлемді толықтырыңыз. Мысалы, анам еттен тамақ пісірді. Ауыспалы осы шақ қосымшаларын жалғап, сөйлемдерді аяқтаңыз. Мысалы, менің анам дүкенде істейді. Жаңа сөздермен танысыңыз. Азық-түлік, жұмыртқа, қант, ірімшік, шұжық, сатып алмау, ішу, келі. Кәмпит, айран, қаймақ, алу, жеу, әзірге қанша тұрады. Жаңа сөздермен сөз тіркесін құрыңыз. Мысалы, кәмпит, тәтті кәмпит. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.